Баршаңызға сәлем достар, Түс Шыру каналына қош келдіңіздер. Біз бұл каналда ислам әлемінде танымал Түс Шырушы ғалымдардың жазған еңбектерін қазақ тіліне аударып, сіздерге ұсынамыз. Сол үшін каналымызға тіркеліп, бізге қолдау білдіріп қойыңыздар. Ал бүгінгі тақырып түсімде кілт көрдім деп аталады. Ал ендеше бастайық. Егер оқып жүрген адам түсінде кілт көрсе, ол адамның өте білімді болатындығын білдіреді. Жұмыссыз жүрген адам түсінде кілт көрсе, ол адамның жұмысқа орналасып жағдай жақсаратындығын белгісі. Сондай-ақ түсіңізде кілт көрсеңіз, жоғалтып алған ақшаңызды тауып алатындығыңыздың белгісі. Түсіңіздегі кілт сіздің сырыңызды біреу біліп қойғандығын білдіруі мүмкін. Ибн Сириннің айтуынша, егер адам түсінде көп кілт тауып алса, сіздің үлкен беделге ие болатындығыңыздың белгісі деген, және бұл түс сіздің бай болатындығыңызды білдіреді. Ал егер түсіңізде бұрын жоғалтып алған кілтіңізді тауып алсаңыз, сіздің көп жылдан бері орындалмай жүрген арманыңыздың орындалатындығын білдіреді. Сондай-ақ түсіңіздегі кілт сіздің кез келген мәселені тез шешетіндігіңіздің белгісі. Түсіңізде қағбаның кілтін көрсеңіз, бұл түс сіздің өте мықты адам екендігіңізді білдіреді және сіздің барлық мақсаттарыңызға жететіндігіңізді білдіреді. Егер түсіңізде Кағбаның есігін кілтпен ашып жатсаңыз, сіздің дұғаңыздың қабыл болғандығын білдіреді. Түсіңізде кілтті жоғалтып алсаңыз, басыңызға қонған бағыңызды ұшырып алғандығыңызды білдіруі мүмкін. Сондай-ақ түсіңізде кілт жоғалтып алсаңыз, адамдар арасында беделіңіздің түсіп кеткендігіңізді білдіреді. Ол беделді жоғалтпау үшін күнәлі істерден алыс болу керек. Достар, егер осы видеомыз ұнаған болса, видеоға лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыз және осы видеоны барлық достарыңызға таратыңыз. Келесі видеоларымызды өткізіп алмас үшін каналымызға тіркеліп қоңырауды басып қойыңыз. Сау болыңыздар.